Мен жеңгемін, үйдің үлкен келіншегімін. Күйеуім жақсы адам, адал, еңбекқор. Бірақ төсекте әлсіз, әрқашан шаршап қысқа ғана болып бітеді. Осыны ойлағанда жүрегім ауырады, бірақ айтуға батпаймын. Ал қайным тентек бала, үйдің кенжесі. Жасы 22-де, менен 5 жас кіші. Ол біздің үйде тұрады, ағасының көмегімен оқып жатыр. Бір күні кешке, күйеуім жұмыста кешіккенде, қайнымның бөлмесіне кіріп, жинастырмақ болдым. Есік жартылай ашық тұр екен. Іштен бір түрлі дыбыстар шығып тұр. Қарасам, ол төсекте жатып, ұятсыз кино көріп жатыр екен. Экранда әйел мен еркек құмарлықпен араласып жатқан. Қайнымның қолы шалбарында өзін ұстап ыңылдап жатыр. Мен сол жерде қатып қалдым. Жүрегім дүрсілдеп денем ісіп кетті. Шыдай алмай, сол түні өзімді ұстай алмай ұйықтамадым. Ойымда сол көрініс, қайнымның жас денесі, оның құмарлығы. Күйеуім келгенде оған жақындағым келмеді. Бірақ бұл сезімдерді қалай басамын? Таңертең тұрсам, қайным ас үйде отыр. Көздеріміз түйісті, ол күлімсіреп, жеңеше, жақсы ұйықтадыңыз ба деді. Мен қызарып кеттім, есімде сол кино, оның қолы. Иә, жақсы дедім де, жалт бұрылдым. Күні бойы үйде жалғыз қалдық, күйеуім жұмыста. Қайным бөлмесінде, мен ас үйде жұмыс істеп жатырмын. Бірақ ойым кешегіден әлі есімде. Кенет ол шықты, жеңеше, ау жеңеше, шай ішеміз ба деді. Мен шай құйып тұрғанда артымнан жақындап, ақырын ғана артымнан ұстап, сіз сондай әдемісіз ғой, жұпар иісіңіз аңқып тұр деп сыбырлады. Денем дірілдеп кетті. Қолымдағы шай төгіліп қалды. Ол күліп, кешіріңіз, не болды, менің айтқан сөздерім ұнамады ма деді. Бірақ көзінде құмарлық бар. Мен шыдай алмай, бөлмеме кіріп, есікті жауып алдым. Жүрегім соғып, денем ысып тұр. Не болып жатыр? Бұл дұрыс емес, бірақ қалай тоқтатамын? Ол тентек, жас, күшті. Күйеуім сияқты емес. 2 күн өтті, бірақ сол көрініс ойымнан кетпейді. Тіпті ұйқы жоқ, кешке қайным тағы бөлмесінде. Мен біле тұра, есіктің алдына бардым. Есікті айқара ашып қойыпты, іштен ыңылдаған дыбыс. Қарасам тағы сол кино. Ол жалаңаш жатыр, өзін ұстап, көздері жұмулы. Мен кіріп кеттім, не істеп жатырсың дедім. Ол шошып тұрып қалды. Денесі жас, бұлшық етті, қатты. Жеңеше келіңіз, ыстық шай ішкіңіз келіп отыр ма деді. Бірақ көзінде қорқыныш емес, шақыру бар. Мен шығайын деп тұрмын, бірақ аяғым жүрмейді. Ол жақындап, сіз де көргіңіз келеді ме деді. Қолымнан ұстады. Денем ыстық толқынмен толып кетті. Жоқ, дұрыс емес дедім, бірақ даусым дірілдеп тұр. Ол менің белімнен ұстап жақын тартты. Ерніміз түйісті. Құмарлық оты жанды. Мен қарсылық көрсетпедім, сол түні бәрі ерекше болды. Әлде ыңғайсыз кинодан үйреніп алғаны ма, сондағы көріністің бәрін маған жасады. Бас айналдыр. Сол түні күйеуім ұйықтап қалғанда қайнымның бөлмесінде таң атырдым. Шыдай алмадым. Ол күтіп отыр екен. Денемді ұстауының өзі ерекше, мен ыңылдап құмарлыққа берілдім. Ол күшті, ұзақ, күйеуім сияқты емес. Біз төсекте араласып драма сияқты сезіндік. Мен оның жас денесін сезініп ұмыт болдым. Бірақ ойымда күйеуім бар. Бұл қателік деп ойладым, бірақ тоқтай алмадым. Құмарлық бізді жеңді. Таң атқанша жалғасты. Мен бөлмеме қайттым, денем шаршап, бірақ қанағаттанған. Бірақ жүрегім ауыр. Не істедім, неге бұлай жасадым екен деп өзімді жей бердім, бірақ ішкі жан дүнием сен тірісің деп айқайлап тұрды. Келесі күндері жалғасты. Күйеуім жұмыста болғанда біз құпия кездесулер жасадық. Қайным тентек, әрқашан жаңа идеялармен, күйеуім күдікті болып жүр. Неге соңғы кезде өзгеріп жүрсің деп сұрайды. Мен күліп ештеңе деймін. Бірақ ішімде қорқыныш. Қайныммен болған әр сәтте ойымда егер біліп қойса деген сұрақ. Ол жақсы адам, бізді жақсы көреді. Бірақ төсекте әлсіздігі мені осыған итермеледі. Ер адам әйелді шыңына жеткізбесе осылай боларын ойламаған екен. Бір апта өтті, біздің қарым-қатынас тереңдеді. Қайнымның бөлмесінде ыңғайсыз кино қосып, солар сияқты жасадық, апталар өтті.
Мен жүкті болуы мүмкін деп ойладым. Қорқынышта қайным махаббатымыз дейді. Бірақ мен білемін, тек құмарлық. Күйеуіммен төсекте жатқанымда ойым қайнымда. Ол әлсіз, тез бітеді. Мен қанағаттанбаймын. Бірақ осылай жүргенімізді біліп қойса, не болады, некеміз бұзылады ғой. Мен күйеуімді жақсы көремін, оны жоғалтып аламын ба деп қорқамын. Осылай жалғасып жатыр. Қайныммен әр түн құмарлық, драма. Бірақ ойымда бір ғана сұрақ, осылай жүргенімізді күйеуім біліп қойса, не болады екен? Ол жақсы адам, бірақ төсекте әлсіз. Бұл ойым маза бермейді. Мен қателік жасадым, бірақ тоқтай алмаймын. Өмір шынайы, қатал. Не істеймін, мұндай жағдайлар басыма келеді деп кім ойлаған? Отбасымды сақтап қалу үшін бәріне дайынмын. Иә, мен білемін, қателестім, бірақ күйеуіммен кешірім сұрап, бәрін қалпына келтіруге шамам жетеді ма екен? Ішімдегіні ақтарып, осы парақша арқылы жеңілдеп қалуды жөн көрдім. Ақыл кеңес айта кетіңіздер.